Сәлеметсіздер ма, достар? Менің арнам ұнаса, арнама қолдау білдіруді ұмытып кетпеңіздер. Бүгін сіздерге қазақтың халық ертегісі 3 аюды оқып беремін. Ертеде қалың тоғай ішіндегі үлкен бір үңгірде 3 аю тұрыпты. Олар түні мен тоғайды аралап, ал күн ысығанда үңгірге кіріп жатады екен. Ең ірісі, әрі мықтысы ақ төсті аю болыпты. Ол қазандай тасты допша домалатып ойнайды екен. Күштілігіне қуанып, кішкене аңдарға да маза бермепті. Бір күні жортып бара жатқан түлкіні құйрығынан ұстап алып, әрі-бері жұлқылайды. Бұны көріп тұрған екі серігі: «Достым, түлкі бізге жаманшылық жасаған жоқ қой, қоя бер оны», депті. «Бұл түлкі мені сыйлап жүремін десе, жіберемін», деп құйрығын бұрай түседі аю. Құйрығы ауырған түлкі қыңсылап: «Ай, құйрығым-ай, аю аға, босатшы мені, сізді сыйлап жүрейін», деп жалыныпты. Аю есіріп: «Енді түлкі мені сыйлап жүретін болды», деп мақтаныпты. Тағы да бірде қасқырды ұстап алып, босатпай есін шығарады. Екі аю тұрып: «Қасқыр бізге тиіскен жоқ қой», депті. «Егер мені қасқыр сыйлап жүремін десе, қасқырды да босатамын», деп гөр-гөр етіпті ақ төсті аю. Жаны қиналған қасқыр қырылдап: «Аю аға, сыйлап жүрейін, жіберіңіз, жіберіңізші», деп жалынады. Ақ төсті аю серіктеріне: «Міне, көрдіңдер ме, мені қасқыр да сыйлап жүретін болды», деп қоқиланыпты. Екі аю: «Сені бұдан былай түлкі де, қасқыр да жек көретін болады, және ешқашан сыйламайды, өйткені сен оларға күш көрсетіп жәбірледің», деген екен. «Жоқ, сыйлайды олар мені», деп екіленеді ақ төсті аю. Ақыры екі серігінен бөлініп кетіпті. Ол тоғайды аралап ұзақ жүреді. Бір уақытта әлгі өзі жәбірлеген қасқыр бір топ ұяластарымен ақ төсті аюдың алдынан шығыпты. «Сен маған жазықсыз азап көрсеттің, енді бәріміз жабылып сені талаймыз», дейді қасқыр. Көп қасқырдан зәресі ұшқан ақ төсті аю ағаштың басына өрмелеп шығып аман қалыпты. Қасқырлар біраз тұрып кетіп қалады. Аю бірнеше уақыттан кейін жерге түсіп жан-жағына қарап келе жатса, алдынан өзі жәбірлеген түлкі кездесіпті. Түлкі сызылып: «Аю аға, неден қорқып келесіз?» деп жайын сұрапты. «Көп қасқырдан қашып келемін», депті ақ төсті аю ентігіп. «Онда жылдан бері қарай жүріңіз, жаңа мына жақтан қасқырлар көрініп еді», дейді түлкі жол көрсетіп. Түлкі нұсқаған жаққа тұра қашқан аю күмп беріп батпаққа түсіп кетеді. Қулығын асырған түлкі аңқау аюдың қасына келіп сықылықтай күледі де: «Ана жолы маған жазықсыз жәбір көрсеттің, сол үшін сазайыңды тартқызғым келеді», деп кетіп қалады. Ми батпақтан ақ төсті аю өліп талып әрең шығады. Шаршап шалдығып үңгіріне оралады. «Саған не болған?» деп сұрайды екі серігі. «Мені қасқырлар қоршап алып, талап тастай жаздады. Содан ағаштың басына шығып, әзер құтылдым. Қайтып келе жатсам түлкі кездесті. Ол мені алдап-сулап батпаққа батырып кетті», дейді ақ төсті аю мұңайып. «Күшіңе сеніп әлсіздерді күшпен сыйлатамын деп едің. Енді осы ойыңның дұрыс емес екендігіне көзің жеткен шығар», депті екі серігі.